саламатсыздар ма балалар? Кәне бәріміз сәлемдесіп алайық. Сәлемдесу үлкенге тәрбиенің басы ғой. Ал кәнекей бәріміз сәлемдейік сіздерге. Білім беру саласы, таным, ұйымдастырылған оқу қызметі, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Тақырыбы пайдалы азық-түлік, цифрларды бастырып жазамын, мысалдар шығарамын. Балалар, сіздерге математика сабағы ұнайды ма? Ендеше бәріміз өтілген сандарды қайталайық. Тура және кері санайық. Тақтаға назар аударыңыз. Жұмбақтың шешуін тапсақ, танысатын санымыз шығады. Сатып алып сәбізді қойды қоян себетке, тағы қоста үшеуін нешеу болмақ әдетте. Ойланайық. Тамаша! Бүгін сонда біздер қандай санмен танысады екенбіз? Керемет! Достарым, 4 дейді, 5-ке бірім жетпейді. Ашуланар кейде анасы, 4 алғанда баласы. Бәріміз бірге санаймыз. 1, 2, 3. Танысатын сан өзіміз айтамыз. Жақсы. Сіздерге Аю мен Маша ертегі ұнайды ма? Тамаша. Ендеше пайдалы азық-түлік туралы біліп үйренеміз. Аю әрқашанда пайдалы азық-түліктерді сақтайды екен. Қайталайық. Жүзім, сары қисық, алмұрт. Бұлар нелер балалар? Керемет. Сәбіз, пияз, қырыққабат. Бұл неге жатады? Жақсы. Енді әліппе дәптермен жұмыс.
жұмбақтарды шеш. Мысалдарды шығарып, жауабын қос. Бәріміз тақтаға назар аударайық. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсем жылатады. Бұл не? Алдымен мысалы мәнін табамыз. Жақсы, 9 екен. Жұмбағымыздың шешуі пияз болды. Келесі тапсырма. Бұл не деген көк киім? Жетпес қабат көк киім. Жамбырудан өтпейді, жеңілуге жетпейді. Бұл не? Мысалға назар аударамыз. 8. Жақсы. Жұмбағымыздың жауабы 40 қабат болды. Келесі. Аласа тау самсап тұра алмасы. Ол ал-қызыл болғанша алмасын алмашы. Бұл не? Ойланайық. Мысалды қараймыз. 7. Керемет. Жұмбағымыздың жауабы қызанақ болды. Қолымызға қаламызды аламыз. Бүгін өткен 4 санын жазуға дайындаламыз. Дәптерімізді көлбей қоямыз. Керемет. Келесі тапсырма. 4 санын қалай құруға болады? Ойланамыз. Тамаша. Суретпен өрнектерді сәйкестендір. Сызып қос. Жақсы. Балалар, біз не үйрендік? Не білдік? Жақсы, тамаша. Сау болыңыздар.